Саламатсыздар ма? Бүгін біз өте ерекше тағам пісіреміз. Ол үшін бізге капуста, 1 жуа, 2 жұмыртқа, 2 долька чеснок, 5 картошка, сыр, сүт, ұн, фарш керек болады. Және де бұрыш пен тұз керек болады. Ең бірінші біз қазанымызға су құйып, 5 картошкамызды саламыз. Ал менің оқырмандарым, егер менің каналым ұнап жатқан болса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Енді біздер капустамызды аламыз да жұмсақ жерін кесеміз. Және оны кішкентай төртбұрышқа бөлеміз. Видеода көрініп тұрғандай қылып жасасаңыздар болады. Я болмаса ұзын соломка қылып турасаңыз да болады. Осындай қылып кесіп аласыздар. Және мен ұқсап блендермен араластырып уатсаңыз да болады. Я болмаса соломка қылып кессеңіздер де болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Осылай блендермен 1-2 рет быжылдатып аласыздар. Және осындай уақыт алады. Соны фаршымыздың үстіне саламыз. Барлық капустамызды осылай жасап шығыңыздар. Мен енді өзімнің көз мөлшерінде жасап жатырмын, сіздер өздеріңіз білесіздер қандай қылып жасасаңыздар да. Мол саласыздар ма, аздау саласыздар ма? Мен ірі қылып салсам, қазір балам жемей қалады, сол үшін уатып істеп жатырмын. Фаршта білінбей кететіндей қылып. Менің оқырмандарым, мені 99%-ыңыз тіркелмей қарайды екенсіздер. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Осылай жуанында осылай төртбұрышлап турап аламыз. Жуанында сосын чеснокты да быжылдатып фарштың үстіне саламыз. Турап отырғыларыңыз келмесе, уақыттарыңыз тығыз болатын болса, осылай блендермен айналдырып алсаңыздар болады. Енді бұның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Және ұнымызды себеміз. Және тұз бұрышымызды саламыз. Көз мөлшерінде салдым өзім, өте аз шұғыл жібермеңіздер. Осылай салып, сосын әдемілеп тұрып араластырамыз. Ас-түсін қопарып, кәдімгідей араластырып алыңыздар әдемілеп. Егер ұндарыңыз аз болып қалатын болса, тағы да кішкене салсаңыздар болады. Өте көп салып жібермеңіздер. Жақсы етіп тұрып араластырыңыздар. Қолға жабыспайтындай. Міне араластырып болдық. Енді котлет жасаймыз. Өте үлкен емес, өте құттай емес, кәдімгідей котлет жасайсыздар. Ыдысыңыздың астын майлап алсаңыздар болады. Осындай қылып котлет жасап шығасыздар. Қолдарыңызға, алақандарыңызға соғып жіберсеңіздер болады. Негізі жабысу керек, ішіне жұмыртқа салынғаннан кейін бұл жабысады. Осылай менде 8 котлет шықты.
Енді котлеттің ішін осылай қылып істейсіз, бортик жасайсыздар. Осылай бортик жасап шығасыздар, әдемілеп барлығына. Енді бұны 180 градуста 20-25 минутқа духовкада пісіріп аласыздар. Ал енді бес картошкамыз пісті. Енді оның үстіне сырды кесіп, үккіштен өткізіп саламыз. Осы сиырымызды саламыз. Одан кейін сүтімізді құямыз. Бұрыш тұз салыңыздар. Мен бұрыш тұз салуға ұмытып кеттім, бірақ артынан салдым, видеода түспей қалды. Сосын әдемілеп тұрып араластырып еземіз. Жақсы етіп тұрып езесіздер. Сиыр барлығы араласу керек, кәдімгідей әдемі бір масса шығу керек. Міне, әдемі болып шықты. Котлетімізді духовкадан аламыз. Мынау енді жартылай пісті. Енді жаңа жасаған пюремізден котлетіміздің бетіне шарик жасаймыз. Жақсы етіп жабысады бұл деген. Арасында сыр болғаннан кейін. Енді каждый котлеттің үстіне қойып шығамыз. Жаңа бортик жасадық, соның үстіне қойып шығамыз. Енді каждый картошканың үстіне тағы да сыр сүйіп шығамыз. Молынан салсаңыздар болады сырларыңызды. Енді бір стакан суымызға бір қасық, я болмаса 2 қасық томатты салып, үстіне құясыздар. Негізі сырдан бұрын құю керек. Мен бірінші сыр сүйіп қойыппын. Сіздер сырдан бұрын, сыр салмастан бұрын құйсаңыздар болады. Дұрыстап араластырыңыздар, барлық томат ерісін. Енді осының үстіне құйып шығамыз соусын. Енді духовкаға 30 минутқа саламыз. Ал мына жерде менде духовкаға салған
түспей қалыпты. Міне осындай керемет болып пісті. Міне ортасын қараңыздар. Әдемі болып, тәтті болып. 5 минутқа жеткізбей барлығын жеп қойды. Сіздерге ас болсын, біздерге де ас болсын, жасап жеп көріңіздер. Рахмет қарағандарыңызға.